Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Бүгін біз сіздермен Қазақстанның көрікті жерлерімен танысу сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Бозжыра, Шарын, шатқалдар туралы айтатын боламыз. Жалпы сендер балалар Бозжыра шатқалын білесіңдер ме? Бозжыра шатқалы Маңғыстау облысының ең жарқын символы болып табылады. Шетелдік туристер ақштың атақты геологиялық ескерткішімен ұқсастығы үшін Қазақстанның ескерткіштер қорғаны деп атады. Бозжыра шатқалының аумағы Мезозой дәуірінің Тетис мұхитының иелігінде болған. Сондықтан бүгінгі күндері мұнда қаңылтыр ұлу қабықтарын және көне акулалардың тістерін табуға болады деген деректер кездеседі. Сонымен қатар, жыраны бірнеше миллион жыл бұрын тау түзілімдерінің бұзылуынан пайда болғанда деседі. Бозжыраның ең басты ерекшелігі балалар ол биіктігі 200 метрге жететін әктас шыңдардан құралғандығы. Оны сендер мына суреттерден жақсы көріп отырсыңдар. Қазақстанның тағы да бір көрікті жерлері ол Шарын шатқалы. Ол Алматы облысы Райымбек ауданында орналасқан. Шарын шатқалында биіктігі 150-300 метрге дейін жететін Қамалдар аңғары, Жалмауыз кемпір шатқалы және тағы да басқа құмды жарлар бар. Жергілікті халық шатқалды қорғанды Қамалдар аңғары деп те атайды. Аңғар ұзындығы шамамен 2 шақырым, ені 20-80 метрге дейін барады. Шатқалдан ежелгі суретшілердің төл туындыларын көруге болады. Жабайы аңдардың бейнесі арқылы бұл аймақта палеолит дәуіріндегі құс жануарларын мекендегенін аңғару қиын емес. Балалар, сендерге оқулықта мәтінде жалпы осы Шарын шатқалы да Бозжыра шатқалы туралы да мәліметтер берілген. Бұл сол мәтінге беріліп тұрған қосымша мәліметтер. Сондықтан мәтінді оқып, мәтіннен кейін берілген сұрақтармен жұмыс жасап, мазмұндау жұмысын жүргізсеңдер болады. Енді естерінде болатын болса, өткен сабақта біз сендерменен біріккен сөздердің ережесімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз сендерменен сол ережелерді бекіту жұмысын практика жүзінде жүргізетін боламыз. Бірінші тапсырма сыңарын тауып, дәптерге көшіріп жазыңдар. Мына кестеде берілген сөздер бізде қандай сөздер шығыпты екен балалар? Бір қазан, жолбарыс, 6 бақан, көл бақа, мүйіз тұмсық, 7 қарақшы. Осы сөздерді дәптерге жазып алайық. 6 сөз шығардық. Бұлардың барлығы да біріккен сөздер. Бір қазан, жолбарыс, 6 бақан, көл бақа, мүйіз тұмсық, 7 қарақшы. Тағы да бір ретмен қайталап шығайын сөздерді. Бір қазан, жолбарыс, 6 бақан, көл бақа, мүйіз тұмсық, 7 қарақшы. Енді балалар, жұмбақ шешіп көрейік. Бірінші түбір сөз сан, екінші түбір сөз сұйық зат. Екеуін қосып оқысаң, жерге қойылған ат. Сендерді бірден тапқан шығарсыңдар деген сенімдемін. Бұл жетісу деген сөз. Енді келесі тапсырма балалар. Бізде ол жақша ішіндегі сөздерді ережеге сай жазыңдар деп тұр. Бірінші сөз бізде аққұтан сөзі бірге жазылады. Аққұба сөзі бірге жазылады. Ақ аю бөлек жазамыз. Неге балалар? Ережені еске түсірейікші. Сын есім егерде аң құстардың, өсімдіктердің, тағы да басқа сөздердің түсін, сипатын айыру үшін қолданып тұрған болатын болса, онда бөлек жазылады деген болатын. Сол себепті ақ аю бөлек жазылады. Ақ бөкен бірге жазылады. Ала бұлт, ала қарға. Жаңа ескертіп кеттім. Яғни бұл жерде де сынын білдіріп тұрғандықтан бөлек жазылады. Енді бүгінгі сабақты қорытатын болсақ, балалар, бүгінгі сабақтан біз сендер не білдіңдер? Яғни Қазақстанның көрікті жерлерімен таныстыңдар. Қазақстанның қандай көрікті жерлерімен таныстыңдар? Оны
комментарийға жазып кетулеріңді сұраймын. Және біріккен сөздердің жазылу емлесін қайталадық бүгін біз сендерменен балалар. Енді бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Қандай бір ұсыныстарың бар болатын болса, пікірлерің бар болатын болса, соның барлығын комментарийға жазып кетулеріңді сұраймын. Ұнаған болса, яғни белгі қойып қойыңдар ұнады деген. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңдар.